Барлықтарыңызға сәлем. Алдыңғы түсірілім 5000 қаралымға жетіпті. Барлықтарыңызға көп рахмет. Уәде еткеніміздей, мінекей бүгін жалғасы. Айтпақшы, биылға бірінші турдан жақсы тапсырып шықты деген сенімдеміз. Екінші турға барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Және біздің бүгінгі видео сізге пайдаға асады деген үміттеміз. Жарайды, ендеше жалғастырайық. Сұрақ: туынды түбірді тап. 4 жауап берілген: егінші, балалар, адам және сықақ. Әдеттегідей паузаға қойып өзіңізді сынап көріңіз. Сонымен туынды түбір. Туынды түбір ол қазақ тілінің қай саласына кіреді? Яғни бізде қазақ тілінде негізгі 4 сала болатын болса, фонетика, лексика, сөз жасам және грамматика. Біз түбірлерді сөз жасамда толықтай зерттеп білеміз. Сөз жасам сөздің құрылымы деп алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз. Ол түбірден және қосымшадан тұрады. Міне, осы біздің түбіріміз туынды түбір және негізгі түбір және туынды түбірден тұрады. Бүгін бізден туынды түбірді сұрап тұр екен. Сөздің түбірі дегеніміз, яғни оның бөлшектенбейтін, толықтай мағынасы бар бөлшегі. Бүкіл барлық варианттағы сөздерді талқылап шығайық. Мысалы, адам. Адам түбірі толықтай адам ретінде аламыз. Сықақ толықтай түбір аламыз. Балалар түбірі бала, ал егінші түбірі ек деген етістіктен шығып тұр екен. Енді бізден туынды түбірді сұрап тұр. Ата айтып тұрғандай, яғни өзге сөз табынан жұрнақ жалғану арқылы түбір туындаса, біз оны туынды түбір деп атаймыз. Дұрыс жауабы А варианты. Себебі егінші сөзінің түбірі ек етістігіне інші жұрнағы жалғану арқылы ектен егінші зат есім туындап тұр. Жарайды, алға жалғастырайық. Екінші сұрақ: бұл өзі жалғанып сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаның түрі қалай аталады? Жаңа айтып өткенімізде, алдыңғы сұрақта сөз жасамда негізінен түбір және қосымша болады. Қосымшамыз екіге бөлінеді. Қосымшаның екі түрі бар, ол жұрнақ және жалғау. Жұрнақтың екі түрі бар: сөз тудырады және сөз түрлендіреді. Ал жалғаудың 4 түрі кездеседі: септік, тәуелдік, жіктік және көптік. Енді жұрнақ пен жалғаудың, яғни осы қосымшаның екі түрінің ең басты бір-бірінен айырмашылығы неде? Соны біліп алуымыз керек. Жалғаулар, олар сөзді өзгертпейді. Жалғаулар сөзге белгілі бір бағыт береді, белгілі бір мөлшерін көрсетеді. Мысалы, көптік жалғауы: қалам, қаламдар десек, сөзді өзгертпейді, тек оның көпше түрін көрсетеді. Септік жалғаулары: мысалы, мектепке десек, барс септігі, ол тек бағдарды көрсетеді. Сол сияқты тәуелдік кімге тәуелді екенін, ал жіктік кімге тиесілі екенін анықтап қана береді. Бұл жерде біз тоқтап өтуіміз керек жұрнақтарға. Жұрнақтар, олар сөз тудырады және сөз түрлендіреді деп айтқан болатынбыз. Бұл қалай? Мысалы, мен бір түсіндіріп өтсек. Сөз тудырушы және сөз түрлендіруші. Мысалы, сөз түрлендіруші сандық деген сөзді алсақ. Осы сандыққа ша жұрнағын қосатын болсақ, біз қандай сөз аламыз? Сандық ша. Яғни сандық деген уақытта үлкен, тұрмыс салтта қолданылатын үлкен сандықты айтатын болсақ, оған ша жұрнағы жалғану арқылы сандықтың көлемін кішірейтіп, яғни сөзді түрлендіріп тұр. Дәл солай, мысалға, әкетай десек, ол еркелету мәнінде. Немесе көптеген мысалдарды келтіре беруге болады. Енді сөз тудырушы жұрнаққа тоқталсақ. Мысалға, қой деген сөзді алайық. Қой, яғни 4 түлік малдың бір түрі. Осы қойға ш деген жұрнақты жалғайтын болса, бізден не аламыз? Қой, ш зат есімі шығады. Яғни, қой деген зат есімнен ш жұрнағы жалғану арқылы қойшы деген зат есім туындап тұр. Зат есімнен зат есім туындап туғызып тұрған ол біздің ш жұрнағымыз. Яғни, 4 түлік малдан сол 4 түлікті малды бағатын адам шықты. Яғни, бұл жерде өзі жалғанып сөздің мағынасын өзгертетін қосымша, яғни ол жұрнақ болады.
Варианттармен жұмыс жасайтын болсақ, ең бірінші жылау деген вариантты алып тастаймыз. Бұндай қазақ тілі грамматикасында бұндай термин жоқ. Екінші, қосымшаны сұрап тұрғаннан кейін бізге ол түбір жатпайды. Жалғау мен жұрнақ қана екі вариант қалады. Бұның ішінде неліктен жұрнақ екенін толықтай түсіндіріп бердік. Келесі сұрақ, күрделі сөзді тап деген. Пауза қойып өздеріңізді бір тексеріп көріңіздер. Жалғастырып, талдап кетеміз. Бүгінгі бізде тақырыптың барлығы сөз жасамның айналасында, егер байқасаңыздар, мінекей бізде келесі сұрап тұрғаны ол күрделі сөз. Жаңа айтып өткеніміздей, сөз жасам негізінен түбір және қосымшаға бөлінеді. Осы түбіріміз бізде дара және күрделі түбір болып бөліп қарастырамыз. Дара түбір дегеніміз ол яғни бір ғана түбірден құралған сөздер, мысалы ат, от, ет, сай деген сияқты. Ал күрделі түбір ол міндетті түрде екі немесе одан да көп түбірден тұрады. Күрделі түбірдің негізгі 4 түрі бар. Ол біріншісі біріккен сөздер, яғни екі түбірдің бірігуінен жасалған. Екі немесе одан да көп. Мысалы, екі бас тұз десек, екі бас тұз деген 3 түбірдің бірігуінен. Келесі қысқарған сөздер, яғни мысалы ақш десек, Америка құрама штаттары, БО біріккен ұлттар ұйымы. Немесе келесі қос сөздер. Қос сөздердің өзі екіге бөлінеді. Қайталама қос сөз және қосарлама қос сөз. Ата, ана, бау-бақша, алаң, бұлаң деген уақытта осы қос сөздердің барлығы. Және де төртіншісі бұл тіркескен сөздер. Мысалы қызыл кітап. Бұл тіркескен сөздердің негізгі айырмашылығы оларға бір ғана сұрақ қойылады. Мысалы, ана тілі, туған жер деген уақытта. Қандай жер, қандай тіл деп оларды бір-бірінен бөліп айыра алмаймыз. Бір ғана сұрақ қоямыз. Не ана тілі, не туған жер, не қызыл кітап деген сияқты. Немесе қызыл кітап ол жүйелі бір өзі солай сақталған, оны біз көк кітап, сары кітап деп ауыстыратын болсақ, ол уақытта ол қандай кітап деп сын есімді тіркес болып кетеді. Жауаптарды көріп тұрғандарыңыздай, үздік оқушы, аққұба, жігерлі жігіт, қызық кітап деп 4 түрлі вариант берген. Жаңа айтып тұрғанымдай, тіркеспен және күрделі сөзді бір-бірінен ажырата білуіміз керек. Мысалы, үздік оқушы дегенге біз кім десек, оқушы дейміз. Және одан әрі қарай сұрақ қоя аламыз. Қандай оқушы? Үздік оқушы. Яғни бұл бізде тіркеске жатпайды, күрделі тіркеске жатпайды, ол бізде жай ғана сын есімді тіркес. Дәл сол сияқты жігерлі жігіт. Жігіт кім? Қандай жігіт? Жігерлі. Кітап не? Қандай кітап? Қызық кітап. Яғни бұл жерде дұрыс жауап бізде Б варианты. Аққұба. Аққұба деген екі түбірдің қосындысы арқылы күрделі сын есім шығып тұр екен. Аққұба деп көбінесе жігіттерді сипаттағанда қолданылады. Сымбатты аққұба жігіт деп айтсақ мысалы. Келесі сұрақ, кірге біріккен сөзді тап дейді. 4 вариант берілген. 90, қосаяқ, алтыбақан және ешқашан. Паузаға қойып өздеріңізді бір сынап көріңіздер. Жарайды, ары қарай кеттік. Күрделі сөздің 4 түрі бар деген болатынбыз. Біріккен, қос, қысқарған және тіркескен сөздер. Мінекей соның бірі біріккен сөздер. Біріккен сөздердің ішінде біздер кіріккен сөздерді де ұмытпауымыз керек. Кіріккен сөздер болады. Бұл кіріккен сөздерді қалай түсіндіреміз? Яғни, екі түбір бұрын мүмкін екі бөлек қолданыста болып, уақыт өте келе тілдің ыңғайына қарай бірігіп кеткен, яғни біріге отырып кірігіп кеткен сөздер. Оны мысалға бел, беу деген қазіргі біздің сөзіміз. Ремень, орысша айтып қарағанда. Бұл бел және бау деген екі сөздің бірігіп, тек жай ғана бірігіп қоймай, соның ішінде кірігіп кетуінен пайда болған. Яғни бау дегеніміз аяқ киімде болатын баудың түрі, ол дәл солай белде байланады деген сөз. Белбау деп, ол ассимиляцияға ұшырап, өзіне адамның тіліне ыңғайлы етіп бел-беу болып кеткен. Немесе дәл сол сияқты барлығымыз білетін бүгін, бұл күн деген екі сөздің кірігуіне пайда болған. Биыл, бұл жыл деген екі сөздің кірігуі. Білезік, білек және жүзік.
сөздерінің кіріге бірігуінен пайда болған. Білек дегеніміз мына кисть адамның, жүзік ол саусаққа киілетін бұйым. Яғни осы саусаққа киілетін бұйымның үлкені, яғни ол білекке тағылады ғой. Білек жүзік деп аталады да, кейін уақыт өте келе ол біріге кірігіп білезік болып кеткен. Енді өздеріңіз сәл ойланып көріңіздер, бұл варианттардың қайсысы келуі мүмкін? Ең бірінші ешқашан деген есімдіктен бастайық. Еш және қашан деген екі сөздің бірігуі. Яғни ол жерде нақты екі түбірді көріп тұрмыз. Бұл біріккен сөз, бірақ кіріккен емес. Алты бақан, алты және бақан сөзінен қос аяқ, яғни бізде жалғыз бір ғана вариант қалып тұр. Бұл 90. 90 дегеніміз 9, 10 деген екі санның қосындысынан 90 шықты. Дұрыс жауабы А варианты. Кірге біріккен сөздер қазақ тілінде айтарлықтай көп емес. Мен көрсеткен барлық мысалдарды бір жерге түртіп алсаңыз болады. Күрделі сөздерімізді ары қарай жалғастырайық. Бізде сұрақ келесі дыбыстық өзгеріске ұшырап қайталанған қос сөзді сұрап тұр екен. Жаңа айтып өткендей, күрделі сөздің төрт түрі біріккен, қысқарған, қос және тіркескен сөздер. Біріккен сөздерді толықтай түсінді деген ойдамыз. Ал енді келесі бізде қос сөздер. Қос сөздер екіге бөлінеді: қайталама қос сөздер және қосарлама қос сөздер. Мысалы, қосарлама қос сөздерге бау, бақша деген алуымызға болады. Қос сөздерді айтпақшы ең негізгі айыра аламыз, оларды дефис арқылы жазылады. Бау, бақша, ата, ана, әке, шеше, анда, санда деген сияқты, немесе некен, саяқ. Бұл сөздердің барлығы дефис арқылы жазылады және олар қосарлама қос сөзге жатады. Қайталама қос сөз өзі аты айтып тұрғандай, бастапқы бірінші түбір келесі қос сөзде де түбірде де қайталанады. Яғни мысалы, айта шаршадым дегендегі мысалы, көзбе көз, яғни көз бір сөздің екі рет қайталануы. Бұл жерде де міне бір түбірдің екі рет қайталануы. Ата, ана, бұл бізде қайталама емес, қосарлама қос сөзге жатады. Жаңағы бау, бақша, әке, шеше секілді. Және жалт, жұлт. Енді бізде қайталанған қос сөзді сұрап тұр, және де бір ерекшелік, ол дыбыстық өзгеріске ұшыраған. Яғни дыбыстық өзгеріс қандай жағдайда болады? Ол белгілі бір үндестік заңның сақталуы, буын үндестігінің, дыбыс үндестігінің. Мінекей, бұл вариантта бізге жалғыз келіп тұрған ол Д жауабы. Жалт, жұлт, яғни дауысты А және О екеуінде дыбыстық өзгеріс бар. Барлықтарыңызға көп рахмет. Біздің сабақ түсірілім сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Және де тағы да 5000 қаралымнан жоғары болса, келесі 5 сұрақты бұдан да өте қызықты және пайдалы етіп түсіруге уәде береміз. Сонымен қатар біздің көрермен оқушыларымызға алдағы бил тесттен екінші турдан сәтті өтулеріңізге тек қана тілекшіміз. Еш қорықпаңыздар, уайымдамаңыздар. Біз сіздермен біргеміз. Тіркеліп, өз достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар.